Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Кеңеш ауылының кітапханашысы Мұхамеджанова Айнұр Қадырқызы. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарды еске алу күні. Әрбір елдің қуанышты күндері мен қатар қайғылы, азалы күндері де болады. Адам өмір сүргендіктен, ұлт болғандықтан өзінің тарихынан тағылым алып, қайдан шыққанын, қайдан келе жатқанын ұмытпауы керек. Осыған орай Кеңеш ауыл кітапханасында Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз атты еске алу кешін ұсынамын. 31 мамырда ашаршылық пен репрессия құрбандарын еске алу күні деп белгілеп, 1997 жылы елбасымыз жарлыққа қол қойған. Біз бұл күнді қаралы күн деп атап өтіп, оңа айта салғанымызбен, оның түбінде үлкен қайғы қасірет жатады. Әрбір қазақтың баласы осы қайғы қасіретті ұмытпау керек. Кезінде аталып кеткен алаш зиялылары бар, қазақтың белгілі марғасқа азаматтары бар, аштық кезінде қырылған біздің ата-бабаларымыз бар. Шамамен тарихшылардың айтуы бойынша, сол кезде қандастарымыз 60% қырылып кеткен. Бұл басқа елдермен салыстырғанда адамзат тарихында осындай қиянат болмаған. Қандай жағдайда дүниеден өтті деген мәселеде өзімізге өмірлік сұрақ ретінде қойып отыруымыз керек. Осы саяси қуғын-сүргін құрбандарды еске алу күніне орай слайд-шоуымызды ұсынамыз.